Кайырлуу күн, құрметті ұстаздар, әсіресе қазақ тілі мамандары, өйткені бұл бейнероликтер топтамасы қазақ тілін қалай оқыту керек деп аталады, яғни ұстаздар қауымына арналады. Менің есімім Досжан Жандарбекұлы, және мен қазақ тілді, орыс тілді, ағылшын тілді аудиторияларға жеделдете қазақ тілін оқыту жобасы бойынша жұмыс жасап келе жатырмын. Бүгінгі бірінші жалпы қазақ тілін оқытудағы кемшіліктер, бағдарламаның ерекшеліктері, кемшіліктері мен артықшылықтары туралы сіздермен ой бөлісетін боламын. Әрине тек қана бұл жеке менің ойым ғана емес, мен бұны шетелдік ғалымдарды, шетелдік ағылшын тілін және өзге тілдерді үйрену барысында осындай ойларға, әдістемелік осындай шешімдерге келдім. Сонымен сіздермен бөліскім келеді. Сонымен қазақ тілін қалай үйрету керек деп аталатын жобаның бірінші осы дәл қазіргі бейнеролигі. Қайындай бірінші тақырып былай деп аталады: қазақ тілінің жүйесінің пайда болуы. Яғни қазақ тілін оқытудың бағдарламасы қалай болды және оның артықшылықтары мен кемшіліктері туралы айта кетейін. Біріншіден тәуелсіздік жарайды. Тәуелсіздік алған жылдардан бастайықшы. Тәуелсіздік алғаннан кейін бізде қазақ тілін оқыту бағдарламасын қалыптастыру керек болды. Оның басында кім жүрді және қалай қабылдаған, ол жағын талдамаймыз, тек қана бар дүниені айтуға тырысамын. Көшірме болды. Шыны керек, ол кезде бізде жасалған көшірме болды. Әдеттегідей Ресейден біз көшірме жасадық. Ол орыс тілін оқыту көшірмесін жай ғана қазақ тіліне көшіріп, соның үстімен әлі күнге дейін осы былай жүріп келе жатырмыз. Нәтижесі ол әрине мақтайтын дүние емес. Орыс тілін, ол үшін енді орыс тілін тоқталайықшы. Орыс тілі сабақтары қалай жүреді? Ресейде болсын, Қазақстанда болсын, былай керек. Орыс тілі сабағында мұғалім кірген кезде, ол сәлемдесіп оқушылар отырған кезде бір тақырыпты алады, теориялық тақырыпты. Бүкіл 45 минут бойы сол теориялық тақырыпты меңгеруге бүкіл тапсырмалар соған бағытталады. Мысалы, фонетикада дауыссыз дыбыстар дейді, соны бүкіл сабақ бойы талдап, мәтіндерді жазып, бүкіл тапсырмалар, мәтіндер, оқулықтағы тапсырма барлығы сол теорияны меңгеруге негізделеді. Яғни бірінші сыныптан 9-шы сыныпқа дейін, фонетикадан синтаксис саласына дейін барлығын осындай оқушыны білмеймін, ғалым қылып шығарғысы келе ма. Енді бұл жерде беретін білімдері негізі тілші ғана оны өмірде пайдаланып, актив пайдаланады. Тілшілердің білімін оқушыларға біз сіңдіртуге тырысамыз. Ол теорияны білген дұрыс қой, бірақ оның негізгі материал мынау. Тілші білу керек дүниелерді біз мектептің бағдарламасына енгізіп қойған орыс тілді оқыту жүйесі. Осының көшірмесін біз алдық та, арасында шын айту керек. Оның ішінде оқыту бар, жазуды үйретеді, сауатты жазу, оқытуды, сонымен қоса теориялық тапсырмаларды орындауға енді жағымды жақтары да бар. Ең бастысы жазу мен оқытуды үйретеді ғой. Бірақ негізгі бағыт, бағалау структурасы теорияны меңгеруге негізделген. Ол теорияны қарапайым адам өмірде қолдана бермейді көп. Оны көбінесе айтып отырмын, тілшілер пайдаланады. Осы жүйемен біздің қазақ тілінің бағдарламасы қалыптасты және ол солай жүзеге асып келе жатыр. Қазақ тілді болсын, орыс тілді болсын сыныптарда көп ұқсастық бар, өйткені олардың екеуінің де бағыты теорияға негізделген. Тек орыс тілінің сыныптарында теорияның ауыртпалығы кішкене жеңілдеу болады, қазақ тілінде ол күрделеніп кетеді. Өйткені қазақ тілін меңгерген оқушылар деген. Ол оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуға, немесе ойлау қабілетін дамытуға көп ықпал жасай бермейді. Оқушылар оны теорияға қарулануға ғана ықпал жасайды. Оның болашақ мамандығына да ол әсіресе көп әсер ете қоймайды, егер ол тілші болмаса ғана. Сонымен сол структура біздің қазақ тілінің бағдарламасын жасауға негіз болды, және бүгінгі күнге дейін өмір сүріп келе жатыр. Мынадай мысал келтіре кетейін. Мәселен, осы Ксюша деген қызымыз 11-ші сыныпты бітіріп, ОБТ-дан 23 ұпай алды қазақ тілінен. Сөйтті де 23 ұпаймен қазір академияда, медициналық академияда грантпен оқып жатыр. Ол қызымыз бүкіл олимпиадалық сайыстардың алдыңғы орындарында келе жатқан қыз, келді, және ОБТ-дан ең жоғары ұпай алып, осындай гранттан оқып жатыр. Ал бірақ сол Ксюша қызымызға қазақ тілін меңгермеген. Неге? Өйткені бағдарлама сен қазақ тілін білуге емес, қазақ теориясын білуге арналған. Қазақ тілін білуге. Ол қыз бірінші сыныптан 19-шы сыныпқа дейінгі теорияны, яғни қазақ тілі деген шың деген теорияның жиынтығы бар.
соны жаттап алған өтір нүктесін дейін. Мысалы қала орайдың жұрнағын айтып беріңізші десең, ол қ деп бәрін айтып береді. Ал сіз көшедегі қазақ тілін жетік меңгерген адамға жүгіріп барып, ей бауырым немесе ағатай қала орайдың жұрнағын айтшы десе, мен білмеймін оны, мектепте өткенмін, бірақ ұмытып қалдым дейді. Ал бірақ ол қазақ тілін меңгерген. Яғни қала орайдың жұрнағын ол қолдана біледі де, ол дүкенге барғым келеді деп барлығын ойын айта алады, бірақ оның жұрнағын, ол атауларын, оның қажеті қанша оған білуге. Ең бастысы ол қолдану біледі ғой. Ал бізде керісінше ол жұрнақты білу керек, бірақ оны пайдалана алмайды. Өйткені біздің бағалау структурамыз соған негізделген. Яғни бүкіл олимпиадалық, емтихандық, ұбт-ның тапсырмаларының барлығы біздерге теорияны жетік меңгерсе ғана жақсы ұпай алады. Ал егер сен қазақ тілін білген, білмеген, ол жерде ол аса қатты. Сондықтан біздің мұғалімдер қауымы көбінесе осы теорияны жетік меңгертуге, өйткені ол сапаны көрсетеді ғой. Негізделген. Иә, шынын айту керек, соңғы 5 жылдықта бағдарламаның жүйесі жай-жайлап өзгеріп келе жатыр. Яғни өзге тіл толықтарда әсіресе бағдарламаның өзгерген соншалықты оқуға, тыңдалуға, жазуға үйретеді. Мынау шетелдік әдістемелер, әсіресе ағылшын тілін үйрету әдістемесіне негізделген. Ол бірақ қағаз жүзінде бар да. Яғни бағдарламада керемет келтірілген әдістемелік нұсқада осылай осынша сөз білу керек, оқушы осындай актив сөздерді пайдалану керек деп, жаңағы осындай ситуацияларда осындай сөздерді айтып шығу керек деп, яғни сөйлеу қабілетін дамытуға, қазақ тілін меңгеруге негізделген жобалар бар. Бірақ біздің оқулық материалдар, бағалау структуралары баяғы әдіске әлі ескі әдісте қалып қойған. Теорияны әлі күнге дейін теорияны талап етіп келе жатырмыз. Міне бұл біздің басты кемшілігіміз. Яғни мұғалімдер егер оқушымды қазақ тілін сөйлетемін деп оған тілді, сөздерді жаттауды және оларды пайдалануды үйреніп, мәтінмен жұмыс істеуді үйретіп келе жатса, бағалау келеді де мына жерде. Мектеп қабырғасында өте көп бағалау, көп жүзеге асады. 90 сайын, ай сайын, қазір ай сайын болып кетті, жыл сайын. Осындай жүйелер келеді. Бағалау структурасына келген кезде оқушы ол бағалау структурасында ол сенің сөйлеу қабілетіңді сұрамайды. Ол жерде тек қана теория, талдау, осындай дүниелерді сұрайды. Ал егер де мұғалім сапасын көрсеткісі келсе, ол әрине теорияға дайындайды. Ал бірақ сол кезде көрсеткіші жоғары көрінеді. Ал бірақ оқушының ол тілді меңгеру қабілеті одан артпайды. Бұл бүгінгі күнге дейін келе жатқан бағдарламадағы, оқу бағдарламасындағы басты кемшіліктердің бірі деп айтар едім. 2015 жылдан бастап жаңа бағдарлама Фаузия Шамсиевна секілді жаңа авторлар бастаған, басшылық еткен Фаузия Шамсиевна, осы кісілердің бастауымен 1-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін жаңа бағдарлама, жаңа оқулықтар басып шығарылды. Келесі жылдан бастап ол бүкіл мектептерге таратылатын. Ол негіз, ол әдістеме өзге әдістемелердің өзгеше бөлек. Және ол негізінде қазақ тілін сөйлеуге, теорияны ысырып, қазақ тілін сөйлеуге бағытталған. Оның енді артықшылықтары туралы келесі топтамада айтатын боламын. Бүгінгі мен қазақ тіл бағдарламасының шығу төркінімен оның бүгінгі күнге дейінгі өмір сүргені және оның нәтижесі қалай болғанын айтып қысқаша айтуға жеткіздім. Ой пікірлеріңіз болса, ұстаздар қауымы жазып қалдыруларыңызды өтінемін. Назарларыңызға рахмет.